Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен 8 наурызға осындай керемет дәмді салат дайындадым. Соның жасалу жолын көрсетемін. Оған керекті заттарым: қызылша, картоп, жұмыртқа, сәбіз, шпрот балығы. Осылардан салат дайындайтын боламын. Барлығын дайын пісіріп, қабығын аршып дайындап алдым. Енді картоптарымызды, сарымсағымызды, жұмыртқамызды бәрін чөркеден тартып аламыз. Қызылшамызды да осылай өткіштің көмегімен барлығын өткізіп аламыз. Енді сәбізімізді өткіземіз осылай өткіштен. Қызылшамызды да өткізіп алдым өткіштен. Шпротымызды ұсақтап турап алдым. Енді жұмыртқамызды өткіземіз чөркілеп. Өткіштің кішкентай уақай жерінен өткіземіз жұмыртқамызды. Осыларымызды енді жинап салат дайындаймыз. Мен салатқа бокал мен вазаны алдым 8 санын жасауға. Осылай тәлкіміздің астына әуелі картоптарымызды салып аламыз өткіштен өтілген. Бәрін жинақтап ыдысымыздың ішіне салып аламыз. Енді осыған майонезімізді жағамыз. Мен майонезіміздің аузын кішкентай кесіп алдым. Осылай майонезімізді құйып шығамыз картоптарымыздың үстіне. Енді осыған шпрот балығымызды саламыз. Мен шпрот балығымды ұсақтап кесіп алдым. Консервідегі шпрот балығы. Бәріне түгел айналдыра салып аламыз барлығын. Енді осының үстіне өткіштен өтілген сәбізімізде осылай салып шығамыз барлығын. Түгел айналдырып барлық жеріне. Сонда керемет дәмді салат шығады. Аналардың мейрамы құтты болсын. Енді осының үстіне тағы да майонезімізді жағып шығамыз. Осының үстіне ұсақтап туралған сарымсағымды салдым. Енді осыған қызылшамызды саламыз. Қызылшаны да мен өткіштен өткізіп алдым барлығын. Біркелкі қылдырып, тек жұмыртқаны уақ түрінен өткіздім. Қызылшамызды да осылай түгел айналдырып салып шығамыз. Үстіне майонезімізді құямыз тағы да. Осыны қасықтың көмегімен майонезіміздің барлығын жағып аламыз түгел. Міне осындай етіп жағып алдым майонезінің барлығын. Енді осының үстіне жұмыртқамызды саламыз.
Оны да айналдыра салып шығамыз жұмыртқамыздың барлығын. Енді салған ыдыстарымызды осылай дөңгелетіп алып аламыз. Сонда 8 санымыз шығады. Міне 8 санымыз. Тортымыз, салатымыз осындай керемет. Енді осының үстіне мен қара уылдырығымызды саламыз. Салып жатқан қара уылдырығым. Міне керемет дәмді 8 санның салаты шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мені қолдап, пікір жаза кетіңіздер. Ас болсын баршаға. Рахмет, сау болыңыздар.